Сәлем достар, қазақша арнаға қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Бұл видео әйгілі Мать Тереза жайлы. Бұл адамның шын мәнінде қандай болғаны және де қайырымдылықтың астарында діни фанатизм мен кәдімгі алаяқтың жатқаны туралы болмақ. Тереза Агнес Гонжа Баяджу 1910 жылы Осман империясының құрамындағы Македонияның Скопье қаласында дүниеге келген. Ол косовалық албандықтар Дранфили мен Никола Баяджудың жанұясында 3 баланың кенжесі еді. Әкесі Скопье қаласын албандықтардың құрамына қайтару үшін словактарға қарсы соғыста қайтыс болады. 1928 жылы Агнес орта мектеп бітіріп Индия миссионерлеріне қосылу үшін Ирландияға барып, сондағы монашкалардың Лоретта орденіне қосылады. Кейін интервьюлардың бірінде мені ол жаққа ішкі бір дауыс жетеледі деп айтады. Көп ұзамай орден оны Калькуттаға жібереді. Сонда жүріп Агнес монашкалардың антын қабылдап, Тереза де Лизиге арнап, Тереза деп атын өзгертіп, 20 жыл бойы сол монастырьде қыздарға сабақ береді. 1946 жылы Ватиканға хат жазып, оны монастырь мен Лоретта орденіне кетіп, өз орденін ашуға рұқсат етуін сұрайды. 2 жыл өте Тереза өзінің жеке орденін ашады. Тереза мұқтаж және кедей адамдарды жинап, оларға орталықтар ашып, дініне, нәсіліне қарамай барынша көмектесіп жүрді. Ауыр сырқаттанушыларға ауруханаларды ашып, сонда жатқан науқастарға тамақ беріп, жараларын жазатын. Тастанды балалар үйін ашты. Ол өзі ашқан орталықта өлетіндер мекені деп атады. Калькуттада Тереза жайлы ақпарат тарап кетеді. Терезаның шипалығы, ол ұстаған адамдар тез жазылып, жаралары жоғалады. Тіпті оның жымиғанда нұр шашып, адамды сауықтырады деп сенді. Калькутта кедейлері оның өзі тұрмақ жай киіміне де қол жеткізіп ұстағысы келді. 1965 жылы Терезаның ордені туралы бүкіл әлем біле бастайды. Бұл әрине жақсылық атын жамылған екі жүзділік еді. 1969 жылы британдық журналист Малкольм Мэггеридж Тереза жайлы фильм түсіру үшін Калькуттаға келеді. Ол Терезаның өлетіндер мекенінің бір бөлмесіне сұхбат алып жатқанда жарық өшіп қалады. Түсірілімді тоқтатпай ары қарай жалғастырады. Бірақ қараңғыға қарамастан түсірілім жақсы шыққан байқап журналист бұл Терезаның нұры бөлмені жарық қылды деп Терезаның ордені мен өлетіндер мекеніне пиар жасайды. Шын мәнінде оператор Кен Макмиллан Kodak фирмасының түнгі түсірілімге арналған жаңа таспаны қолданғанын айтады. Бірақ алпауыт BBC корпорациясына қарсы жалғыз оператордың сөзі өтпейтіні рас. Фильм жарыққа шыққан соң танымалдылықты айтпағанда әр елде 500-ге жуық шіркеулер салынып, монашкалар саны 5000-ға жетеді. Бірақ Тереза орталықтарды бұрынғыдай өлетіндер мекен деп атай береді. 1979 жылы адамдарға жасаған қайырымдылығы үшін Тереза Нобель премиясын алып, өз сөзінде 38 мың мұқтаж адамға көмектескенін және де жасанды түсік жасауға қарсы екенін басып айтады. Кейін бұл сөздің шындыққа жанаспайтынын индиялық журналистер зерттеп дәлелдейді. Шын мәнінде адам саны 700 ғана болғанын айтады. Терезаның ізбасарлары мен оны ұлықтайтын адамдардың саны арта береді. Олардың ішінде билік басшылары мен әртүрлі күмән тудыратын адамдар да болды. Соның ішінде салымшыларды 250 миллион долларға алдап кеткен Чарльз Китинг және де өзінің жұмысшыларының зейнетақы қорын жымқырған Роберт Максвелл бар еді. Кейін сотта Терезадан сол ақшаларды салымшыларға қайтару туралы үкім шыққанда Тереза үнсіз қала берді. Келіп жатқан ақшаларды қайдан екен Терезаны қызықтырмады. Гаитидің диктатор президенті Жан-Клод Дюваль өз халқының кедейшілігі мен аштығына қарамастан Терезаға $1,5 миллион сыйға береді. 1984 жылы Индияның Бхопал қаласында орналасқан америкалық Union Carbide химиялық заводында ішінде улы сұйықтығы бар 60 мың литрлік ыдыс жарылып, сол сәтте 4 мың адам өледі. Екінші күні ол сан 21 мыңға жетеді. Жалпы 600 мың адам зардап шегеді. Сонда Тереза келіп бұл сендерге жауған Құдайдың қаһары, сол үшін болған жағдайға көніп, Құдайға сеніңдер деп компанияға қарсы наразылықты басқан болатын. Бірнеше жылдан кейін зардап шеккендерге миллиардтаған ақша төленеді. Бірде-бір американдық қызметкер жауапқа тартылмай, жергілікті 7 адам сотталады. Сол арада Терезаның қорына қомақты сома түседі. 1988 жылы Спитак жер сілкінісі кезінде Терезаға келіп, камераларға түсіп, жылы сөзбен ғана көмегі шектелген болатын. Қайырымдылыққа берілген көптеген ақшалар шын мәнінде қайда кетіп жатқаны белгісіз болды. Ауруларды емдеу үшін қарапайым анальгин мен арзан дәрілер қолданылды. Шприцтер жай сумен жуылып бірнеше рет қолданылған болған. Лас бөлмелерде аласа төсектерде жатқан аурулар тіпті ауруды басатын дәрілерді қабылдамаған. Олардың қиналғанына қарап Тереза сендерді Иса құтқарады, сондықтан сендер католик болуларың керек деп оларды жаппай өз дініне кіргізіп жүрді. Аурудың бетіне ақ мата төсеп, дұғаларды оқып емдейтін. Сауығып жатса бұл католик болғаным үшін жазылғаным деп айтқызатын. Діндеріне қарамастан өлгендерді шоқындырып көметін.
Тозақтан шыққан періште атты фильмін түсірген Мэри Лоудон бұл жерді концлагерьмен салыстырады. Бұл жерде ауруларға қарайтын адамдардың бәрі еріктілер ретінде бүкіл қызметін атқарған. Ауруларға қолдануға жарамайтын тамақтар беріліп отырды. Туберкулезбен ауыратындар бәрімен ортақ жерге жатқызылатын. Тіпті балаларды сату туралы құжаттарда табылған болатын. Бірақ бұл мәселені тез арада жауып тастайды. Терезаның құрбысы Индира Ганди кедейлерді жаппай стерилизация жұмыстарын бастағанда оған толық қолдау көрсеткен. Тереза өзінің саяхаттарында адамдарды христиан тұрғысынан қарапайымдылыққа шақырды, бірақ өзі ондайды жасамады. Жеке ұшақтармен ұшып әлемнің қымбат қонақ үйлеріне тоқтағанда ұнататын. Тіпті сырқаттанған жағдайда өзінің өлетіндер мекенінде емес, қымбат ауруханаларда ем алатын. Индира Гандимен жақындығы Терезаның орден көптеген салықтар мен тексеруден босатылды. Соған қарамастан қайырымдылықтың небәрі 7% ғана аурулардың еміне жұмсалып отырды. Қалған қаражаттың бәрі Ватикан мен Римнің счеттарында жатты. 1997 жылы 5 қыркүйекте Тереза қайтыс болады. Қайтыс болғаннан кейін $3 миллиард астам қаржы түсірген Ватикан оны қасиеттілер санатын енгізіп, шұғыл түрде канонизациясын бастап кетеді. Бірақ Тереза бір ғажап іс жасаған болу керек еді. Іс жүзінде ол ондайды жасамаған болатын. Сондықтан Ватикан бір мұсылман әйелді емдеп шығарды деп өтірікке барады. Терезаның жеке танитын Италия мафиясын басқарған Джорджо Буско оны қасиеттілер санатына енгізген туралы естігенде, Тереза қасиетті болса мен онда Исамын деген екен. Достар, қазақша арнаға тіркеліп қолдау көрсетіңіздер.